Ораза айт мерекесі құтты болсын. Ораза айт ораза ұсталатын Рамазан айынан кейінгі Шәуәл айының бірінші күні. Мұсылмандардың маңызды діни мейрамы. Исламдағы екі айт мейрамының бірі. Бұл күні мұсылмандар мешітте жиналып жамағатпен айт намазын оқиды. Ораза ұстауға тыйым салынған күн болып есептеледі. Ораза айын Рамазан айы деп те айтады. Пітір садақасы осы айда беріледі. Оны әр мұсылман мешітке апарып береді. Мұхаммед пайғамбар Алла тағаланың сөзін осы Рамазан айында естіген. Құрбан айт ораза айттан 70 күннен кейін басталып 3 күнге созылады. Бұл Меккеге қажылыққа бару кезінің аяқталуына сәйкес келеді. Қажылыққа баратын ай Зұлхижа деп аталады. Құрбан айтта таңертеңгі айт намазынан кейін әр мұсылман мал сойып құрбан шалады. Ауру, ақсақ, соқыр, жаралы, қотыр малды құрбандыққа шалуға болмайды. Құрбандық еті көпшілікке беріледі. Құрбан шалушыға жұрт құрбандық қабыл болсын дейді. Айт күндері әр үйде дастархан жайылып, таза киінген адамдар бір-біріне айтқа құтты болсын айтып құттықтайды, айттық сұрайды. Ашу араздық болса татуласады, қателігін кешіреді. Айт күндері ораза кезінде қайтыс болғандар жақсы, иманды адамдар деп саналады. Айт мүбәрәк болсын, айт мереке болсын, айт құтты болсын, айттың жақсылығы бірге болсын деген жақсы тілектер айтылады. Айт күндері үлкен-кіші сәнді киінеді. Жеңіл-желпі ойын-сауыққа тыйым салынбайды, бірақ дарақылыққа жол берілмейді. Ораза айт, Құрбан айт мейрамы қазақтар арасында ежелден ұлы мейрам санатына қосылып, адалдық, мейірбандылық, қайырымдылық, ынтымақтастықтың көрінісіне айналып келе жатыр.